Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Менің аты жөнім Сулейманова Гүлнұр Жексенбайқызы. Менің матем сабақ 1 YouTube каналына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің қарастыратын сабағымыз 10-шы сынып гуманитарлық бағыттағы алгебра пәнінің 1-ші параграфы функция және оның берілу тәсілдері. Енді функция деген не екенін түсініп алайық. Функция дегеніміз әрбір тәуелсіз x айнымалысы үшін бір ғана y тәуелді айнымалының мәніне сәйкес келуі. Яғни, мысал үшін функцияны y-ден 2x плюс 1-ге көрсетуге болады. Мұндағы x-іміз тәуелсіз айнымалы, y дегеніміз тәуелді айнымалы. Енді есепке көшейік. Енді оқушылар есепке көшетін болсақ, бірінші бөлімдегі бірінші есепте кесте берілген. Осы кесте бойынша 3 сұраққа жауап беруіміз керекпіз. Бірінші сұрақ: аргументтің берілген мәндеріне функцияның мәнін табыңдар дейді. Ол үшін x2 болғандағы мән табамыз. X-міздің 2 деген мән тапқанда біздің y-дің мәні минус 2-ге тең екен. Демек, y-де минус 2 дейміз. X-іміз минус 4 болғанда, y-дің мәні бізде 3-ге тең екен. Жақсы, келесі екінші сұрақта функция мәніне сәйкес аргументтің мәнін табу керек. Ол дегеніміз y-дің мәні беріліп, x-дің мәні сәйкесінше табуымыз керек. Y-іміз 3 болған кезде, x-іміз бізде минус 3-ге тең екен. Y-іміз минус 3 болған кезде, біздің x-дің мәні минус 5-ге тең екен. Келесі үшінші сұрағында теңсіздіктерді шешіңдер дейді. Яғни x-іміз артық тең 0-ден, y-x кем тең 3-те дейді. Ол дегеніміз бізде бұл жерде аралықтарға бөлінген. 0-ден бізде y-дің мәндері артық болатын болса, ол дегеніміз минус 4 пен 2-ның аралығы болады. Жауабы минус 4, 4,5 мен 2-ның аралығы. Және де бізде 0-де шешіміне кіреді екен. Келесі аралық бізде 3 пен 4-дің аралығы. Келесі балалар бізде номер 6-шы есепте 4-ші сурет берілген сіздердің кітаптарыңызда. Бұл жерде график берілген, графикте екі функцияның графикасы тұр, fx пен gx-дің. Енді ең алдымен бұл есепте сіздерді берілгенде fx-дің анықталу облысы мен көрсетілген екен. Анықталу облысы дегеніміз df пен беріледі. df дегеніміз анықталу облысы, fx-дің анықталу облысы бізде бұл жерде 2 жарым, яғни анықталу облысы дегеніміз x-дің мәндерін айтамыз. Бұл жерде минус 2,5 пен бізде 5 аралық екен. Осы жер бізде fx-дің анықталу облысы болып табылады. Яғни бұл жерге былай деп жазады. df анықталу облысы минус 2,5 пен 5 аралығы екен. Енді келесі gx-іміздің анықталу облысын табатын болса, біз айттық, ол бізде x-дің мәндері деп. Бұл жерде бізде қарап отырсаңдар 3 жарымнан басталады, 3,5 және 8-дің аралығы екен. Яғни минус 3,5 және 8 осы аралық бізде функцияның анықталу облысы болып табылады. Енді сұрақтарға көшейік. Балалар, бірінші есепте fx пен gx-дің тең болғандағы неше шешімі бар дейді. Енді қараңыздар балалар, бұл жерде қай кезде екеуінде шешімі бар. Бұл жерде бізде бір шешім, 2 шешім және 3 шешімі бар екен. 3 шешімі бар бізде. Ол дегеніміз шешімдерді жазатын болса, бізде қай жерде қиылысып тұр? Бұл шешім дегеніміз fx пен gx-дің қиылысқа функциялардың қиылысу нүктелерін табамыз. Бұл жерде қарап отырсаңдар x минус 1 болған кезде қиылыста,
2 болғанда қиылысты, және 4 болғанда қиылысты. Демек, шешімін былай деп жазамыз. Так, жауап бізде минус 1 болады жауап, 2 болады, және 4 болады екен. Жақсы. Енді келесі есепте gx қай кезде 0-ге тең, яғни функцияның нөлдерін табамыз. Енді бізде мына ерелек болып кеткен gx-тің графигі қай кезде 0-ге тең, қай кезде x осымен қиылысады. Бұл минус 2,5 болған кезде, минус 3 болған кезде, және 7 болған кездегі аралық екен. Так, жауабына былай деп жазамыз. X қай кезде 0-ге тең? Бізде 2,5 болған кезде, және де қазір біз мәтін көріп отырмыз, 3 болған кезде, және 7 болған кезде екен. Енді оқушылар бізде B сұрағында J кем тең 0-ден болғанда X-тің мәндерін табу керек. Енді қараңдаршы, ең бірінші біз осы gx-тің графигін тауып алайық. Бізде бұл қисық ерелек болып кеткен. Сіздердің кітаптарыңызда ол қызыл сызықпен беріліп тұр. Осы жерде 0-ден кіші болу керек дейді. Қай кезде 0-ден кіші болады? Ол x осыдан төмен болғандағы аралық табамыз. Ол дегеніміз, мына қарап отырсыздар, мына бөлім бізде мына x осыдан төмен болып тұр. Қай аралықта төмен түсті ол? Ол 3,5 мен 2,5 аралығында төмен түсті. Одан кейін бізде 3 пен 7 аралығында төмен түсіп отыр. Демек, біздің x-тің мәндері, балалар,